Ал қайырлы кеш, оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін 27 маусым. Осылай біздер жағаны қарап тұрмыз, осылай келіп. Жағаның жағдайы осы. Жайықта жай ғана ағыс бар. Ағаштар ағыспен ағып, жайлап кетіп жатыр. Мына жердегі өткендегі солдаттардың, халықтың жасаған жұмыстары, мынау бәрі күнге кеуіп, мешоктардың бәрі жыртылып осылай жатыр. Су дейтін бірақ андай жалпақ болып жайылып кеткен ғой. Бірақ андай өте тыныш болып тұр да, андай үлкен толқын жоқ дегенім ғой. Қатты андай тасып жатырған толқын жоқ. Бір қатты қорқыныш ұялатпайды да. Енді иншалла осымен бұйырса су бәрі басылып, тартылып, жайлап енді тартылып жатыр ғой. Енді ары қарай қайырымен болсын деп тілейміз. Самое главное, еліміз, жеріміз, ауылымыз, ауданымыз аман қалды. Құлсары халқын енді бір түнде басып кетті. Біздер оның қасында әйтеуір шүкірміз деймін. Осындай солдаттардың, халықтың, еріктілердің арқасында ауылымызды аман алып қалдық. Қазіргі жағдайы осы жайықтың. Алла баршамызға саулық берсін.